мемлекеттік саясат бойынша, оны жүзеге асыруға бойынша жергілікті жерде, облыстарда осы бағытқа жауапты басқарма, дін істері басқармасы болып табылады. Заң бойынша ғибадат үйлерінен тыс жерлерде діни уағыз айтуға болмайды. Ислам діні бойынша айтуға құқығы бар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттердің мамандары, ол имамдар, ұстаздар, сол кісілер. Ол кісілердің өздері діни сабақтарын, дәрістерін, уағыз насихаттарын тек ғибадат үйлерінің аумағында ғана айтылады. Ал басқа жерлерде біз ол кісілерді шақырамыз кездесулерге. Діни насихат айту үшін емес, жатағымның алдын алу, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, профилактикалық бағыттағы кездесулерге шақырамыз. Тұрғындар енді білу керек қой, иммунитет қалыптастыру керек, оларға адасып кетпеу үшін бірінші дұрыс жолды адам білу керек. Сондықтан осындай ақ пен қараны ажырату үшін сондай бір шараларға имамдарды шақырамыз. Имамдармен сөз таластырып жүрген азаматтар келіп, қатысып, танымал теологтарға өзінің сауалдарын қойып, оған жауап алып жатқан мен теріс ағым өкілдерін кездестірдім. Сондықтан ол да бір нәтиже деп есептеймін. Ұлытау аймағында дәстүрлі жамағаттың күшейту арқылы халыққа, тұрғындарға дұрыс діни ақпарат беру, көп деген рухани, діни, танымдық, бұқаралық, массовый шаралар ұйымдастыру арқылы халықтың осы бір мәселеге деген көзқарасын кеңейтіп, дұрыс діни ақпараттың қай жақтан алуға болатын көздерін, қайнар бұлағын ашып көрсетуге жұмыс жасап жатырмыз.